все сделал. Сумка, плакат, клуб, аэропорт. Из сказано, короче, на рейс не успел. Глядя, еще купил митинг, еще билеты на самолет. Еще я забронировал, короче, ЖК в Астане. Все сделал, все сделал. Хотя просто сказал. Барлықтарыңа сәлем, сендермен бірге мен Тони, және де біз бүгін кезекті бейне түсірудеміз. Қызбектермен соңына келдік. Бейненің спонсоры виски, пепси-кола. Мен бір байқағаным алкогольдік жолында өткен жылы бастағам. Мені бірде-бір алкоголь алып көрмеген. Мен өміріме қызық нәрсе әкелу үшін алкогольдің бүкіл түрлерін көрем деп уәде бергенмін. Әрбір кезекті концертте шоттар дегеннен бөлек әр тізімдегі алкогольдерді көрдім. Абсеттен басқа. Мен ешқандай алкоголь болмайды. Ал бұл бейнеде мен Crazy Mega Hell деген ресейлік артистің концертіне барғаным жайлы. Go to the hell, ну вас нахуй, я ничего не знаю. Шынымды айтсам, бұл артисті мен бұрыннан бері танимын. 2012-2013 жылдардан бастап Майнкрафт айтыс түсірген болатын. Ағылшындардағы Epic Rap Battle of History деген арна бар, соған ұқсастырып ой шығарған болатын Майнкрафт ютуберлерімен және де мобтарымен. Бұл кезде мен ойлайтыным соншалық, мысалы Лолошка бендердің батылын олар өздері айтты деп ше, мысалы Лолошка өз даусымен, бендер өз даусымен, жатақханада тыңдайтындығымыз Wi-Fi ұрлап, комендантскийден сөйлегенмен мен білмейді. Не айтарымды білмеймін екен, мен сценарист келдім, жай саунаға келеміз ғой, соны бұл жақта не үшін сөйлесе алмайын дедім. Әйтпесе ақшамды босқа артам ба мысалы. Айтқан кезде кумир молодости дей ма, сондай болды. Енді мен Астанаға қалай бардым? Астанаға мен бардым былай. Мен түсіндегі шынаға байланыстырмен, короче, чисто кинода түсіндегі ішіп жүрмін. Долбоёб, мысалы, пиво ашын сұрапты бұлар. Специально акцентті пивоға орай жатқан кезде нешін жауып тастадым өлі. Ал біз Crazy Mega Hell'ға арша солай кірістік. Мына эликсирі. Суретін салат, ертең мен апарамын. Біздің өзіміздің жанымыз істеген неміз бар, браслет. Ал мен концертке бару кезде өлікті түктеу керек. Бірінші түктеу атып жүрген өтесінде. Мына жерде сол қосу керек, біріншіден. Осылай. Өлі ісіп кетті. Бөтік деп атқан бөлі. Бөтік деп атқанға монография жаздым. Аптайон. Плакатта кәлдік бұқыға дайындаған. Какого куна? Ресми ашық деп жариялаймыз. Қайшымай қиын жыртылып кетсе. Астанада болатын Томақан концертіне плакат. Өзіме қалатын, ана апарайын. Мен рейстен кеш қалдым, бірінші өмірімдегі шу кезеңім болатындығын, егер де мен үлгерсем. Каспийдегі нәрсені оқыған жоқпын ше ме екен, шынымды айтсам. Бірақ мен ровно бардым, өйткені мен бүкіл жерде ровно жүретін адаммын. Уақытса мен барып, мен тура сағат неше, 7-тегі самолетқа мен 7-те бардым, тура кәдімгіден аэропортқа, таксимен жетіп, и оказывается 40 минут бұрын ертерек бару керек екен. Содан кейін, короче, рейсті профукал. И потом, ойладым, все, короче, пиздец, ақшамды да босқа ұрттым, митинг билетті да босқа алдым деп. И тут подумал, типа, концерт келесі күні ғой Астанада. Сосын индрайвер кездесіп қалады, сол кезде именно бірақ индрайвер Астанаға баратын солай жолым бола қалып, индрайвермен кеттім. Ал бізбен бірге тағы да бір тәте болды, ол Теміртау қаласынан түсіп қалатын. Сонда мен, получается, өмірінде бірінші Теміртауға да бардым. Қарағандыдан өттім, Қарағандыдан мен бірінші рет емес, енді Қарағандыдан да өттік. Және біз Астанаға бардық, Crazy Mega Hell'дің концертіне.
Crazy Mega Hell'дің концертіне уже дайынмын, получается. Менің достарым арасында Crazy Mega Hell'ді бір ақ адам танитын тұғын, ол барған жоқ, өйткені жұмыс себептерімен, ол кезде мен как раз бір ай бұрын жұмыстан шыққан болатынмын. Жолым бола қалып, өйткені контракт бітті. Сосын мен айлығымнан Crazy Mega Hell'дің концертіне бардым. Біз келдік. Музыканы тыңдап отырсыңдар ма? Раз, два, три. У нас сегодня легендарный момент, у нас сегодня самый маленький концерт с 2019 года. Так, погнали! У вас первый раз? Да, я все это слушал, миллиард раз в жизни. Еще там был какой-то странный фильм, вообще древний, какой-то ангел в Тибетейке, бля, я не помню. Что такая хуйня 70-х годов, поэтому, да. Тихо! Начало! Папа! Дай водичку. Накурился дички. Пожалуйста. Хочу передать это. Последний концерт все-таки. Последнюю песню, да, вроде как? Последнюю песню, да? Да. Я хочу передать это. Руся! Слушай, будет последняя песня? Видите, вот последний кто-нибудь. Видно, да? А что там? Все, последний раз собираемся все в центр, все разворачиваемся, делаем один большой круг, все от сцены отходим, идем туда.
Спасибо, Астана. Спасибо, что вышли. Увидимся в 25-м году. Спасибо. Мен өзүмен бирге ол кездері Flash Bubblegum деген жаңа дәмі шығатын болатын. Өйткені Crazy Mega Hell жаңа Руслан Трушенцов Flash'та кәдімгідей обожает пиздец. Сол кезде Bubblegum вкусы шықты да. Я сам даже не пробовал и купил Crazy Mega Hell'ға. И потом пачка чипсов, Lay's бешбармак. И фан-арт, который нарисовал мой друг. Бля, почему я на русском заговорил. Қысқасы айтқан кезде өзімен бірге чипстар алдым, бешбармақ қадамымен, енді менің досым салған фан-арты барлығын жаңағы мотор клубына апардық. Асыл клубты айтпақшы, кім жұмыс істейді екен, қаһарман деген мен әріптес рэперім. Бірақ именно сол кезде, короче, смена болмай қалады. Ну, то есть сменге шықпай қалады. Егер де ол сменге шыққан кезде біз бір-бірімізден көрсететін тұғымыз, өйткені ол адаммен мен қаншама EP шығардым, ну, альбомдар. Енді фиттер жаздым, респект қаһарманға. Единственное то, что мен да день концерт... Ау! Бля, ладно, қоса беріңдер. Қоса бер. И, короче, до начала концерта мен бір квартира жалдап қойған болатынмын. Сол кезде мен рейске үлгермеген кезде все уже думал, бля, квартираға да переплатил, самолетқа да переплатил, короче, ақшаларым босқа кетті дедім. И получается мен квартираға төледім ғой. И мен, короче, бір күнге вроде как, или даже 2 күнге 20 мың теңге төледім. Бля, бір жаманы пиздец. Еще предоплатамен бір 30 мыңға шықты, мне кажется. Ну, мен, когда рейске не успел, мен уже тәтеге жазғам, что все, мен рейске не успел, да, блядь, че за хуйня. Сосын мен ровно Астанада жаңа квартираға қойып, квартираға соғып заттарымды қалдырам дегенше уже митинг-риттегілер уже фотоға түсіп, сөйтіп кіргетіп тоже входшы ертерек. Ал мен жалғыз емес, менімен бірге тағы да бір корей жігіті болды, және де бір орыс қыз үлгермеген. Сосын концертте болыватқан кезде жазбайын ба, общий беседа бар там бізде. Бля, я чуть не успел, как можно, типа, автографын алуға, там, постер. Бля, біреу жазып, типа, бля, Аллах, ебать, не успел, да все. И такой, после концерта Варап айтады ғой, короче, Варап деген бұрында словоға қатысқан рэпер тоже. Как там, кто не успел, ну, болады деді, короче, после концерта. Очередке тұрыңдар деді. Ал мен ол кезде соткам зарядкасы даже өшіп қалған, короче, прикиньте. Бля, мен даже такси шақыратын нәрсем болған жоқ менде. Даже наличка болған жоқ менде, бүкіл ақшам Каспиде ғой. Бля, еще мен жалғыз өзіммін, тем более. Астананы да былай білмеймін былай айтқан кезде. Сосын, короче, Русланмен кездестік, там, сөйлестік, айттым, типа, оған олай бешбармақ берген кезде ол күлді. Шын ниетпен бердім ғой мен главное ше кәдімгідей. Содан кейін өзіме де тоже бір флеш алып алдым. Меніңше арендовать еткен ЖК, бля, охуенный район екен, оказывается, типа, супермаркетте астында, короче. Мен соткам зарядкасы, мен айтпақшы зарядкамды ұмытып кеткенмін ғой, прикиньте. И мен соткам зарядка сатып алғам ғой, короче. Неше 2000 теңге құрттым, бля, там китайский бір хуйняға, бля. Пиздец, мен вискелі өзіме әкеліп ішіп жатырмын ғой, бля. Аналар вообще жа ойнап жатыр, бильярд ойнап жатыр, бля. Вискелі хабарлар жоқ вообще. Бля, не айтып кеттім, короче. Сосын далада анда бір тоже фанаттар тұрмай ма? Солармен сөйлесіп кеттім да. Сосын біреуіне айтыр, анда такси шақыртып алдым. Астана, спасибо, это был охуительный концерт. Лучше всего скажет вот этот парень. Брат. Блять, все приходите. Все. Рахмет.
И вот оказывается, типа, картасы привязаны ше жаңағы Яндекске. И получается, оның мамасының картасынан ақша списалась. И потом жеткен кезде мен оған 2 есе қылып қайтардым, Каспиймен жеріп аударып. За рахмет. В целом концерт вообще охуенный. Вот я там попробовал шот какой-то. Да, я попробовал шот, короче, какой-то, бля, я даже не помню, там что-то ликерма, джин-тоник, какой-то понял. Бля, респект тому мужику, который, бля, мою сотку на зарядку поставил. Но все равно не хватило в итоге, потому что я потребовал обратно, чтобы заснять некоторые моменты. А я, кстати, концерт полностью не снял, я снял только, бля, охуенные песни, которые мне зашли. Бля, кстати, не, я вру. Я забыл заснять КМХ и слова КПСС Self Harm. Это моя любимая песня. Я просто наслаждался, даже не снимая на сотку, потому что, бля, я считаю, вот, надо запоминать моменты у себя в голове, чем, блядь, на сотке, типа, делать вид, что, бля, охуенно. Вы поняли, да? Блять, пацаны, это пиздец! Торт охуенный, блядь! Пиздец! На самом деле я переигрываю, пиздец, Короче, Мен концерттен келдім, охуенно, вот бүкіл нәрсе. Мен просто митингке кешігіп қалдым, енді мен содан кейін кірдім все-таки, и потом мен соткам өшіп қалсын. Енді мен тамақ жей алмағандықтан өзіме энергетик алдым. Уже қаншама жыл айттым, что мен оны қоямын, бірақ қоя алмай жатырмын, өйткені жаңа адамдар. Қазір маңғасын көретін боламын. Обзор жасап жүрген, шоу жасаймын, энергетиктің дәміне. Бірінші оны былай ашып алайық. Енді қазір көретін боламыз, қандай екенін. Түсінген жоқпын көбісінің басы неге осыған кетіп жатқанын, өйткені қатты қандай болмады. Қалан горилланың все-таки көргенім. Сосын жасылы. Горилланың тағы да бір жаңа вкусы шыққан, кофе дейтін. Вот сол ең жаманы сол шығар мен үшін. Содан кейін гранат, содан кейін горилланың шайы айтпақшы, онша емес. Егер топ-5 жаман дәмді санайтын болсақ, осы мангоны кіргізетін едім. Ал қылышты сосын ішетін боламыз. Мен қазір сендерге бөлмені көрсетейін, пәтерімді жалға алынған Астана қаласында. Енді мен осында ішіп жүрмін. Мына жерде душ. Киімдерім шашылып жатыр енді, номер. Ертең таңертең сағат таңғы 7-де тікұшақпен ұшып кетемін. Концерт ойдағыдай болды, өтті. Маған ұнады. Осындай алдым. Қазір көрсетейін. Герназар деп жазылған енді. Және де осы жақта жатып, теледидар көрудемін. Қазір шамалдан соң батыл көретін боламын. Өте көрікті жерді көрсеткен жоқпын. Ол әрине Астанадағы пәтерлер. Маған осындай пәтерлер өте ұнайды. Натали Марчиано, Мишель Чипзик-Соло, Джессика Бендиш и Пол Брукс. По мотивам романа Элизабет Янг «Неприятности по заказу». Автор сценария Дэна Фокс. Болды, мен қазір ұйықтайтын боламын, және де таңертең аэропортқа үлгеруім керек. Сағат таңғы 4 болды, ал мен өзімнің рейсімді күтудемін, ұйықтамай. Қазір сендерге әдемі көрініс көрсететін боламын. Қандай әдемі? Бұрынғы өзіл студияны көретін. Сағат таңғы 5. Ал мен Билетсімен қорықтен өдемін. Әдеттегідей. Сағат 5:30 болды, енді мен паркер көрудемін.
Сағат таңғы 6. Şimdi қазір көретін боламыз. Даланы. Күн шықты. Өте әдемі. Что я хочу сказать? Кстати, мен бұрында 2020 жылдары Түркістанның гостиницасында жатқан кезде, жаңа Crazy Megahel'дің инстаграмда отырмайын ба, трансляциясында. Сол кезде жазып жіберемін ғой, давай Казахстан, анау мынау деп ше. И ойлаңдаршы, неше 3 жылдан соң, короче, Қазақстанға келді ғой. Или мен 2021 жылдары жаздым ба. Короче, не имеет значения, типа 2 жылдан соң, 3 жылдан соң Қазақстанға келді. Бірнеше концертін қойды. Мен өмірімде кездескім келген адаммен кездестім. Вообще не жалею. И ол 2025-те келем деп обещание берді. Теперь я жду слава КПСС. Ай, бля. Мен вообще видео түсіріп жатырмын, запись тұрмын. Ты, конечно, вовремя мен видео уже писатқам. Запись тұрмын аяқта. Прикинь, мен если запись болса, пиздец, мен өз-өзіме сөйлестім аяқта, бля, что за ответ. Запись тұр ғой, долбоёб, бля. Бля, не думаю, что я пьяный, бля. Меня никакой алкоголь не прет, сука. Бля. Я переигрываю, да, пиздец? Сука, трынцы себе там. Видео бітті ғой? Видео түсіріліп жатыр ма? Прикинь, я такой буду стараться монтировать, и такой за авторское право бан нахуй. За эту песню.